Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында өте тез дайындалатын альфредо пастасын дайындаймыз. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қайнап тұрған суымызға тұзымызды салып, макаронымызды толықтай пісіріп аламыз. Одан соң табамызға сұйық майымызды құйып, 2 сарымсағымызды осылай турап, 1 минуттай қуырып аламыз. Одан соң тауықтың төс етін ұзынша етіп турап, оны да жақсылап қуырып аламыз. 5 минуттай қуырылған соң, жаңағы сарымсағымызды алып тастаймыз. Оның үстіне қызанағымызды саламыз, және де 20%-дық немесе 33%-дық сливкимізді құямыз. Татымына қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштеріңізді қосасыздар. Жарты стакан су құйып жіберіп, оның үстіне дайын болған біздің макаронымызды салып, жақсылап араластырамыз. Соңғы кезекте үкіштен өткізілген ірімшігімізді саламыз. Достар, біздің альфредо пастамыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады және де тез дайындалады. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.